Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ булочки әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге жылы су қажет болады. Жылы суымызға дрожжымызды, тұзымызды, қантымызды саламыз. Толық мөлшері төменде описаниеда көрсетілген, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Бір жұмыртқа саламыз. Және біраз қасық майонез салып, ұн салып, жақсылап қамыр басатын боламыз. Сұйық май құямыз біраз қасықтай. Енді 30-40 минутқа тынықтыруға қоямыз. Көтерілгеннен кейін өзіміздің булочкамызды жасай берсек болады. Міне осылай дәл видеодағыдай қылып илеп аламыз. Ортасына қантты және макты себеміз. Мак міндетті емес, бірақ мак салсаңыздар өте әдемі болып шығады. Осылай кесіп шығамыз және де осылай шетінен бастап ораймыз. Міне. Енді бұны 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысына кішкене қант салып, осылай жағып шығамыз. Және қызып тұрған пешке 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Шынында өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біздің видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчик басып қойыңыздар.